Келесі жігіттер, мінекей, жамбастан бастап енді жіліктеуді бастаймыз. Жіліктеу процесі қалай басталады? Жамбастың өзі бізде 3 бөлікке бөлінеді. Жамбас жілік, мына жерде ортан жілік және асықты жілік. Асықты жілік деп айтылатын себебі мына жерде асығы бар. Көріп тұрғандарыңызда, иә? Бұны бірінші қараймыз, сырттай қараймыз. Артық нәрселері бар ма, жоқ па? Мына жерде безі бар. Безі қалған екен, безін алып тастаймыз. Жамбаста қалған без. Неке көріп тұрғандарыңызды безе. Ал жеке алып қойайық. Енді жігіттер, қай жерден қалай бөлеміз? Алдық. Асығының түбінен өзі бөлінген. Бағана ілдік қой, сондан бөлеміз. Төмен қарай бөлеміз. Өйткені асықты жілікке ет қалдыру керек, міндетті түрде еті болу керек. Төмен қарай түсірдік, және ки мына жерден былай бөлеміз. Бұл асықты жіліктің өзінің еті, бірге болатын ет. Бұны ал екінші, бұны көріп тұрғандарыңызда міне бүгіліп тұр ғой. Мына жерде асықты жілік. Ішінен көрсеңіздер де болады, мына жерде жілігі шығып тұр. Мына жақта екінші жіліктің басы тұр, ортан жіліктің басы. Сондықтан мына орта жұмсақ жерден бөлеміз. Жұмсақ жерден бөлсек, мінекей. Көріп тұрғандарыңыздай, асықты жілік. Бұл асықты жілікті қалай бұзамыз? Бұл асықты жіліктің мына жағын жаймалап тілеміз. Мінекей ортасынан тілдік, бұл тұздауға ыңғайлы, тұз сіну үшін. Және кейін мына жағын бір-екі осып қойсаңыз болады, тіліп қойсаңыз. Өйткені ішіне тұз саламыз, сол кезде өте керемет болады. Бұл асықты жілік. Келесі ортан жілік пен жамбасты бөлеміз. Бұл артық еттерді алып тастаймыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде ортан жілік келіп, жамбастың ортасында дөңгелегі бар. Мына ортан жіліктің ұшы соған келіп келеді. Көріпсіздер. Машинаның скоростьқа салатын емес, скоростьқа салатын құралы секілді. Енді бұны жамбасқа міндетті түрде ет қалдырамыз. Мінекей мына жерде жамбас болады. Жамбасты кесеміз. Не көріп тұрсыздар ма? Жамбастың ортан жіліктің жілігінің басы. Мынаны бүйтіп аударсаңыз да болады. Аударамыз. Кесеміз. Кесіп атырмыз. Міне, бұл жамбас. Жамбасты қай жерден білуге болады? Мына ортасындағы дөңгелегінен білуге болады. Бұл өте сыйлы қонақтарға, құдағиға, алыстан келген қонақтарға осы жамбасты асады. Келесі ортан жілік дейді. Ортан жілігіміз міне бұл. Бұны қалай бұзамыз? Бұны жілікке ет міндетті түрде қалдырамыз. Жіліктің кішкене жанынан аламыз. Кесеміз, е? Жілікке міндетті түрде ет қалдырамыз дедік қой. Сондықтан өстіп кесіп, мына жағын оспалап жүреміз. Бұл ілуге ыңғайлы болу керек, тұздаған ыңғайлы болу керек. Бұрынғы кезде апаларымыз, аталарымыз осылай оспалап, тұздап, сақтай білген бұл жілікті. Бұл да сыйлы қонақтарға тартылады, асылатын ет. Мінекей жамбасымыз дайын, бір жамбасымыз. Келесі екінші жамбасымыз. Екінші жамбасымыз да дәл сондай. Асықты жіліктің ортасына ұстаймыз. Төмен қарай кестік. Қатты түбіне кесудің керегі жоқ. Кішкене кессеңіз болды. Және мына жағына тағы да тілеміз. Жәнегідей жұмсақ жерін тауып аламыз. Және кесеміз. Мінекей. Асықты жілік. Асықты жілік дейтініміз асығы бар мына жерде ортасында. Бұның да басын бір осамыз. Тұз сіну үшін. Жәнекей бұна жағына да бір-екі тығып аламыз. Тығып ортасында тұз сіндіреміз.
Бұл да дәл сондай артық нәрселер болса алып тастаймыз. Жәнеки жамбасының ұшын мына етті қалдырамыз. Мінекей мына жерде Асығын мына жағынан кесіп кетті ғой, иә, асық мына иә, былай жатыр. Ауларып жатыр ғой. Жамбасының ұшы мына жақта. Мына жалғанған жерінің жамбасы үш жағын ортасынан кесіп. Иә. Жалғанған жерінің мына жақта көрініп тұр. Мына шабы бар ғой, шабының ортасынан мына құйрық етті бірге қалу керек мына жағында. Жамбасты былай артынан тіліп алсаңыз да болады. Өйткені етін қашырып алам десеңіз. Сосын аударып тілесіз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай ешқандай қиындығы жоқ. Жамбас дегеніміз осындай болады. Иә, жамбас. Жамбаста көбіне осы ойығына қарап біледі ғой, ажыратады. Мінекей екінші жамбасымыз. Мынау ортанжылық дейді. Ортанжылықтың ішінде майы болады. Бұның майын кішкентай кезімізде, бала кезімізде ой-пой қаласып, төбелесіп, ұрысып, жылап жүріп алатынбыз ғой. Аталарымыз, апаларымыз кімді жақсы көреді, сол немересіне беретін. Жілікке ет қалдырған міндетті түрде дұрыс, өйткені жілікті кейбіреулер үйіне сыбаға ретінде алып кетіп жатады асқан кезде ше. Мына жерін тоже тілеміз, осамыз. Көрдіңіздер ме? Бұл осылған. Тұз үстіне тұз сеуіп, тұзбен бұрыш, чеснокты араластырып тұздасаңыз, мінекей қандай керемет болады. Оның құпия рецепттерін мен сіздерге беретін боламын. Біздің екі жамбасымыз мінекей бұзылу дайын. Келесі енді қол. Келесі бізде жігіттер, ендігі бұзатынымыз қол. Қолды түсіндіріп өтейін. Қол үшке бөлінеді. Жауырын, мінекей мынау жауырын, кіші жілік және кәрі жілік болып үшке бөлінеді. Бұны бірінші кәрі жіліктен бастап бұзамыз. Кәрі жілікті мінекей мына ортасынан, мына жауырынның жанында, жауырынның жаныңғы еті бұл кәрі жіліктің еті сыбағасы. Бұны осылай аламыз. Мына жерде былай бүксеңіздер аяқта көрініп тұрады. Осы жерден кесеміз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай жіліктің басы. Барлығы ап-анық көрініп тұр, түсінікті, өте қарапайым, ешқандай қиындығы жоқ. Адам істегенде адам істейді. Сіздің де қолыңыздан келеді, міндетті түрде бір-екі рет қайталағансың. Бұл кәрі жілік. Кәрі жілікті бұны үлкен кісілерге береді. Жас кезімізде, бала кезімізде бізге ұстатпайтын. Бұл өте қатты болады. Кәрі жілік десе, кәрі жілік. Өйткені бұны ырымдайды қазақ атамыз. Ер бала жесе көпке дейін үйленбей жүріп қалады, қыз бала болса отырып қалады деп. Бұның екінші жағын осылай тіліп қоямыз. Осындай тілінген болады. Мінекей көріп тұрсыздар. Мына жағын былай тілдік, келесі жағын былай тілдік, сонымен тұздалады. Бұл кәрі жілігіміз. Екінші кішкентай жілік. Кішкентай жілікті қалай бөлеміз? Міне көргендеріңіздей, мына жерде жіліктің басы, мынау жауырынның ұшы. Мына жерде безі болады. Безі міндетті түрде аласыздар ғой. Жауырын мен кіші жіліктің ортасында безі болады. Кішкентай ғана без, көзге көрінексіз. Кейбіреулер ой, кішкентай ғана без не болады деуі мүмкін, бірақ та бұл нәрсе өте дұрыс емес нәрсе. Аурудың барлығы осы. Ауру астан деп атам қазақ бекер айтпаған ғой. Сондықтан бұл нәрсені алу өте маңызды. Өте мұқият болыңыздар. Келесі не? Жауырынды бөлу үшін. Неге көріп тұрсыздар? Жауырынның үш жағы. Мынау кіші жіліктің ұшы, мынау жауырынның ұшы. Аккуратно бөлеміз. Жауырын мен кіші жілік бірігіп тұрады көбіне. Асқанда бөлік асады, бірақ бұл ілу үшін бұзған кезде осылай бұзады. Жауырын кіші жіліктің етін осамыз кішкене. Етін остық. Жақ беттерін кішкене
чылык пышакпен чылык болсо тузсуну үчүн өйткөн. Жабырынга келетін болсақ, мына жерінде шеміршегі болады. Бұл шеміршегін бүйтіп алып бөліп қоямыз. Аталарымыз өстіп, апаларымыз осылай бөледі. Бұл жауырынға қарап кезінде ауа райын болжаған. Үстің жағынан екі осып жүреміз, өйткені тұз сүну керек. Мына ортасында сүйегі бар, жауырын. Бұл қолымыз дайын. Енді екінші қолды аламыз. Бұл да дәл сондай. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай бірінші безін алып тастаймыз. Мына жерде ақ дейді, ақ безі. Бұл ақ без деген тамырды алып тастаймыз. Және мына жерде кішкене безі болады. Сонымен бірге алып тастаймыз. Жәнегідей тура аламыз, көтереміз. Мына жақ жұмсақ жағы, жауырынның бір жақ жанын аламыз. Сіздерге көрнекті болсын. Жауырын етін алды. Енді жәнегідей бұзатымыз. Міне көріп тұрсыздар. Мына жерде кіші жіліктің ұшы. Мына жағы кәрі жілік. Бүгілген жағы. Сол жерінен кесеміз ортасына. Мінекей көрдіңіздер ме?